Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін сіздерге адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың өмірі жайында айтатын боламын. Мұсылмандарға қарсы бойкот. Пайғамбарымыз өз міндетіне кіріскелі 7 жыл өтті. Біздің заманымыздың 617 жылдары. Осы уақытқа дейін исламның таралуына жол бермеу үшін қолдарынан келгенін жасап баққан мүшриктердің бар амалдары түгесілгендей, жеңілістер қайталана берген, исламға бет бұрып иманға ұмтылғандары қатары көбейген. Наразылықтарға қарамастан, тосқауылдарға қарамастан, жақсылықтың жаршылары сәт санап арта түскен. Ислам нұры Меккеден өзге елден мекендерге де жетіп, басқа тайпалар да бақыт құшағына енген. Әзірет Омар мен Әзірет Хамза сынды алыптар исламды мойындағандарын қатарына сап түзген. Әзірет Омар бұрынғы кейпінен мүлдем арылып, исламға ықыласын ауып, мұсылмандардың бас қолбасшысына айналған. Арқа сүйері бұрыннан мұсылмандар төбесі көкке жеткендей қуанса, кәпірлер қабырғасы опырылғандай күй кешті. Ол аздай Хабашстанды паналаған мұсылмандарды қайтарып алу ісі де сәтсіз аяқталды. Хабаш билеушісінің мұсылмандарды кері бермек түгіл, оларды қолдауға әзір екендігін естіген мүшриктер тіпті амалдары құрып қусырыла түскен. Мәселенің жоспарлағандай жүзеге аспауы жығылған сайын жұдырық жеп сенделудің пұтқа сенушілерге ауыр тиіп, басшыларының жаңа жобалар жасауға итермеледі. Ауыр азап пен қорқынышты қинап, ешкімді алған бетінен қайтара алмасын олар ұққан еді. Соншалықты қиындыққа душар бола тұрып, бірден бірінші дінінен бас тартпауы кәпірлердің іштегі таң қалдырса да, сайқал саясаттарын тоқтатып қоюға разы емес еді. Ендігі жерде басқаша тәртіп орнатпақ. Ол оймен үлкен кіші бас қосып, Хашим руымен мұсылман болса да, болмаса да ат құйрығын кесуге келісті. Мақсаттарын жүзеге асыру үшін төмендегідей шешім қабылдады. Бірінші, Хашим Мүттәліп руының қыз алмауға тыйым салынды. Хашим Мүттәліп руының қыз бермеуге тыйым салынды. Хашим Мүттәліп руына ештеңке сатылмайды және олардан ештеңке сатып алынбайды. Өзара серттердің нанымдалығын көрсету үшін мәжіліс шешімінде қағазға әрі әріптермен жазылып, Қағбаның қабырғасына ілінді. Келісімде көрсетілгендердің қайшы әрекет етпеуге ант ішті. Бұл наразылыққа Хашим мен Мүттәліп ұрпақтарын түбірінен жоюға бағытталған еді. Мұндай қыспақтың соң бұл екі рудың адамдары бір-біріне алыс, бөлек-бөлек тұруы мүмкін емес еді. Әбу Лахабтан басқасы Меккенің солтүстігіндегі Әбу Тәліп мекені деп аталатын жерге 4 көзі түгел қоныстанып үлгерді. Олармен байланысты түбегейлі үзіледі, әлде қалай тығыз шаруаларымен ол жаққа барып, қалағандарын мүшриктердің мазағына қалып, ызаланып үйіне әрең оралатын. Әбу Тәліп мекенімен мүшриктер азық-түлікті де өткізбей қояды. Тек жылына бір рет дәстүрлі Қағба зияраты маусымында ғана сыртқы шығын сауда жасауға рұқсат беретін. Ондай күндердің Меккеге басқа қалалардың елдерден саудагерлер келетін. Рұқсат бергенсейді деуіміздің себебі, әлгі сырттан келген сатушылардың зәру заттарын алмақ болған Хашимдер мен Мүттәліптерге мүшриктер барынша бөгет жасап, ештеңе алғызбауға тырысады. Кейде сырттан келген саудагерлерді қорқытып, оларға ештеңе бергізбейді. Енді бірнеше шеттен келгендердің бар тауарларын керек болса да, болмаса да өздері сатып алып, наразылыққа ұшырағандарға түк қалдырмайтын. Әбу Лахаб Хашим руынан бола тұра, өз бауырларының аштан өлгенін тілеп, дұшпандыққа пиғылын іске асыруға бар күшін салады. Меккеге азық-түлік әкелген сауда керуендерін қалыңның кіре берісінде күтіп алып,
Ей саудагер, хашимдерге ештеңе сатушы болмаңдар. Бағаны қымбат айтсаңдар, өздерің де алуға шамасы келмейді. Менің ауқатты екенім бәріңе мәлім. Тағам болсын, киім-кешек болсын, құны қымбаттата беріңдер. Өтпей жатқандай болса, өзім төлеп аламын. Айтқаныма сеніңдер, деп мұсылмандардың аш-жалаңаш қалуына қаланың шетінен талғажау етер тағам іздеп келгендердің құр сүлделері қалған бала-шағаларының құр қол қайтуына себеп болды. Аштықтан өзегі талып, тісінің суын жұтып, жамырасқан бала-шаға мен кәрі құртының зары даусы мүшриктердің саңырау құлағына, меңіреу көңілдеріне шыбын шаққан құрлым әсер етпейді. Наразылыққа ұшырағандардың сыртынан сауда жасай алмағандықтан уақыт өте келе жоқшылыққа зардабын тартады. Аштықтан өлуге айналғандар ағаш жапырағын, шөп шалма, тіпті қураған мал терісінен көрсе жалмап жұтардай бас салады. Мұсылмандардың мүшкіл халіне аяушылық білдіріп, көмек қолын созғандар да бар. Солардың бірі Әзірет Хадишаның бауыры Хаким ибн Хайзам. Ол бір түйеге он арттырып мұсылмандарға жолдаған. Тағы бірде әлгі Хаким қолына бір қап бидайды арқалатып Әзірет Хадишаға жіберген. Жолай Әбу Жахил кездесіп қалады. Сен мұсылмандарға азық апара жатырсың ғой, солай ма? Тұра тұр бәлем. Бүкіл Меккеге жар салып, айманда етпесем, атым өшсін деп қарғанып бастаған сол еді. Қастарынан Әбу Бахтияр есімді жігіт келіп қалады да Әбу Жахилге қарап: «Мұнша қатыгез болмасаң етті. Туған әпкесіне там-тұмдап талғажау ететін тамақ бергенде не тұр? Барсын, апарсын, кедергі болма» дейді. Көздері қанталаған Әбу Жахил ерегісіп сол жерде Әбу Бахтаримен алысып кетеді. Екеуі арпаласып, ақыры Әбу Жахилдің басы жарылады. Хашимдерге, мұсылмандарға жәрдем беруге ұмтылғандардың бірі Хишам ибн Әмір. Олар да мүшриктердің жасырып бірнеше рет түйеге азық тиеп жолдаған. Руластарының қажеттіліктерін өтеу үшін пайғамбарымыз Әбу Тәліп Әзірет Хадиша бар жиған терген жұмсайды. Бірақ қайсы бірін жетсін? Аштықтан жаппай жұртты аман алып қалу қиынның қиыны еді. Ал достар, Адамзаттың асыл тәжі кітап сіздерге ұнаған болса, видеомды соңына дейін тыңдаңыздар. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Оқу барысында қате кеткен болып жатса, айып етпеңіздер, себебі кітапта сондай ауыр терминдермен жазылған. Қазіргі таңда ондай сөздер қолданбағандықтан тіліміз күрмеленуі мүмкін.